Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Экранға назар аударайық. Экранда білім шырағы бейнеленген. Бұл шырақ біздің білімге деген құлшынысымыздың белгісі. Оның артында бүгінгі сабағымызға қажетті сөздер жасырынған. Олар сәттілік, сабырлық, мұқияттылық, тәртіптілік, әділдік, зеректік, жақсы көңіл күй, алғырлық және табыс. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбын ашу үшін менің сиқырлы қобдишаларымды ашып көрейік. Содан соң жаңа сабақ тақырыбын таба аласыңдар. Ал балалар, қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабағымыз не туралы болмақ? Экранда сандықтар көріп отырсыздар. Олардың ішінде сұрақтар жасырылған. Қанекей, бірге жауап берейік. Бірінші сұрақ, тұлға сөзін қалай түсінесіздер? Екінші сұрақ, тарихи тұлғаларға кімдерді жатқызасыздар? Үшінші сұрақ, өшпес із қалдырған сөзін қалай түсінесіздер? Төртінші сұрақ, отанды сүю деген не? Жарайсыңдар. Демек, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тарихи тұлғалар өмірі. Бүгінгі сабақта біз тарихи тұлғалардың өмірімен танысып, олардың ел тарихындағы орнын анықтаймыз. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру. Көнерген сөз, эвфемизм, диспемизм, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Ал енді балалар, тілдік бағдарға назар аударайық. Табу дегеніміз не? Халықтың наным сенімі мен салт дәстүріне байланысты атын атауға тыйым салынған сөздер табу деп аталады. Табу сөздерінің пайда болуына себеп болған жағдай. Біріншіден, әдет ғұрып. Ескі әдет ғұрып дәстүрі бойынша қазақ келіндеріне күйеуінің туыстарының атын атауға тыйым салынған. Сол себепті келіндер оларға мінезі, сырт келбетіне қарай ат қойған. Қызға шырайлым, еркем болса, ұлға шырақ, мырза жігіт деп аттарын қойған. Екіншісі, наным сенім. Ескі наным бойынша адамға зиян келтіретін табиғаттағы дүлей күшпен жыртқыш аң-құс, жұқпалы індеттердің атын атауға тыйым салынған. Қасқырдың атын атасақ, малға шабат деп ит құс, ұлыма, қара құлақ десе жыланды, жылан десе келіп шағат деп қамшы, ала жіп, ұзын құрт деп атаған. Келесі тапсырмамыз, сілтеме арқылы өтіп, тапсырмаларды орындаймыз. Сілтемеге өтіп, сөздерді мағынасына, қолдану мәнеріне қарай сәйкестендіріңдер. Жарайсыңдар. Тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Қазақ халқының тарихында есімі алтын әріппен жазылған Қазақстандағы алғашқы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қаныш Имантайұлы Сәтбаев жайлы бейнебаянға назар аударыңыздар. Қаныш Сәтбаев алуан түрлі тастары бар тауларды, дархан даланы жақсы көрген. Қазақ ғылымына өлшеусіз үлес қосқан. Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаған. Геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының ұйымдастырушыларының бірі әрі тұңғыш президенті. Академик Қаныш Имантайұлының өмірі мен ғалым жайлы тың деректер оқырманды қызықтырары анық. Ендеше ғұлама ғалымның өмірінен қызықты деректерді ұсынамыз. Ғұлама ғалымның шын есімі Ғабдул Ғани, арабшадан аударғанда шексіз байлық иесі, ешкімге мұқтажсыз Алланың құлы деген мағынаны береді. Ғани, Ғаныш еркелете келе Қанышқа айналған. Қаныш Сәтбаев өнердің сан саласында озық болған, музыка тыңдағанды ұнатқан, биді қадірлейтін. Археолог ғалым Әлкей Марғұланның айтуынша, Қаныш Сәтбаев полька, мазурка, вальс билерін билеуге қызыққан екен. Қаныш Имантайұлының алғашқы қазақ мектептеріне арналып ана тілінде жазылған
алгебра оқулығының авторы. Алғашқы ғылыми еңбегіне жататын оқулық қолжазбасының көлемі 1642 беттен тұрған. 1947 жылғы наурызда Қаныш Сәтбаев КСРО жоғарғы советінің делегациясы құрамында Англияға барған. Сапар барысында қазақ ғалымын алғаш көрген Ұлыбританияның әйгілі саясаткері Уинстон Черчилл зор денелі Қаныш ағаға тесірейе қарап тұрып, қазақтардың бәрі сіздей алып па? Деп сұраса керек. Сонда Қанеке: "О, не дегеніңіз, Черчилл мырза? Олай емес, мен қазақтардың ішінде ең кішкентаймын, халқым менен де биік" деп жауап беріпті. Қаныш Сәтбаев қазақ археологиясының бәйтерегі ғалым Әлкей Марғұланды қуғын-сүргін азабынан құтқарып, Алматыдағы КСРО ғылым академиясының филиалына жұмысқа алады. Сондай-ақ Сәтбаев оған археологиямен айналысуға да кеңес берген екен. Қазақтың тау тұлғалы алыптары Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезов дос болған. Ұлы жазушы мен ұлы ғалым Семейдегі семинарияда бірге оқыған. Қаныш Имантайұлының көзін көрген Сіләмхан Ақсақалдың айтуына қарағанда, екеуі бір жатақханада бір пәтерде тұрған. Жастайынан бірін-бірі тап басып, таныған қос таланттың арасындағы адал достық соңғы сәтке дейін жалғасын тапқан екен. Қаныш айтқан екен, Қазақстандағы ғылым дұрыс жолмен даму үшін оның штабында ғылым академиясының, халқының, өз отанының мүдделерін бар жан тәнімен берілген адамдар қызмет етуі керек. Қаныш Имантайұлы домбыра мен гитарада тамаша ойнаған, қазақ және украин әндерін тыңдағанды ұнатқан екен. Қаныш Сәтбаевтың орындауындағы әуендерді тұңғыш рет тыңдаған белгілі музыкатанушы Александр Затаевич Қаныштың орындауындағы 25 қазақ әнін жазып алған. Мәскеудің тапсырмасы бойынша Қазақстанның жерасты қазба байлығының картасы жасаған кезде Қаныш Сәтбаев 4-5 ірі кенішті картаға кіргізбейді. Бұл қалай деген орыс ғалымдарына, ондағы рудалар өте тереңде жатыр, қаржыны да, техниканы да көп қажет етеді. Сондықтан бұл жерді картаға кіргізуге әлі ерте дейді. Ал өзімен сырлас, сыртқа сыр шашпайтын достары Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұланға әдейі жасырып алып қалдым, кейінгі ұрпаққа да байлық керек шығар деген екен. Ұлыбританияның премьер-министрі Антони Иден Кеңес одағында Қаныш Сәтбаев сынды әлемдік тұлғаның туғандығы ғажап құбылыс деген екен. Тыңдалым мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Қаныш Сәтбаев кім? Екінші сұрақ: оның азан шақырылып қойған есімі кім? Үшінші сұрақ: Қаныш Сәтбаевтың геологиядан басқа қандай еңбектері бар? Төртінші сұрақ: оның ең басты ғылыми жетістіктерінің бірі. Қаныш Сәтбаев Қазақстан ғылым академиясына қандай үлес қосты? Соңғы сұрағымыз: Қаныш Сәтбаев қай жылы дүниеге келді? Жарайсыңдар, тыңдалым мәтіні бойынша жақсы сұрақтарға жауап бердіңіздер. Келесі тапсырма: тарихи тұлға ұғымын топтастыр. Бірінші топ Шоқан Уәлиханов өмірі бойынша, екінші топ Абай Құнанбайұлы, үшінші топ Мағжан Жұмабаев бойынша топтастыру жұмыстарын жасайды. Жақсы, келесі тапсырмамызға көшейік. Сабақты жинақтай отырып, алтын қақпа сұрақтарына жауап берейік. Бірінші сұрақ: эвфемизм дегеніміз не? Эвфемизм дегеніміз не? Көнерген сөздер дегеніміз не? Табу сөзді сөйлемде қалай қолданамыз? Балалар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, ұлттық аспаптармен кері байланыс беріңіздер. Егерде барлығы түсінікті болса, домбыра аспабын басасыздар. Егерде сұрақтарыңыз бар болса, қобыз аспабын басасыздар. Егерде сабақ түсініксіз болса, жетіген аспабын басасыздар. Жақсы, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.